Сәлеметсіздер ме? Мен Қарабай Ақнұр ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының ғылыми қызметкерімін. Және бұл видеода біз жасырын Марков моделімен жалғастырып, алға кері алгоритмін қарастырамыз. Алдымен Марков моделі және жасырын Марков моделін дефинициясын қайталап шығайық. Марков моделі дегеніміз бұл Марков қасиетінің шарттарын қанағаттандыратын дәйекті немесе хронологиялық деректерді модельдеу үшін қолданылатын стохастикалық процесс. Және де жасырын Марков моделі бұл күйлері жасырын модель болып табылады. Мұнда біз бақылауларды көре аламыз. Жасырын Марков моделі үш басты мәселені қарастырады. Бірінші мәселе ол ықтималдылық есептеу болып табылады. Бізге HMM берілгенделік және біз оның күйлерінің ауысу ықтималдылық параметрлерін және бақылаулардың шығу параметрлерін білеміз делік. Ал енді кейбір берілген O бақылаулар бірізділігінің ықтималдылығын анықтау қажет. Екінші мәселе ол декодтау мәселесі болып табылады. Мұнда жасырын күйлердің ең қолайлы бірізділігінің белгілі бір O бақылаулар бірізділігі арқылы анықтау қажет. Және де үшінші мәселе ол үйрену мәселесі болып табылады. Бізге белгілі бір O бақылаулар бірізділігі берілген делік, және біз HMM-нің мүмкін күйлерінің тізімін білеміз делік. Ал енді осы ақпаратты қолдана отырып, біз күйлердің ауысу ықтималдылығын және бақылаулардың шығу ықтималдылығын анықтауымыз қажет. Витерби алгоритмі HMM-де жиі қолданылатын декодтау тәсілі. Осы алгоритмді біз алдыңғы видеода қарап шыққан болатынбыз. Ал енді ықтималдылық және үйрену мәселелерін шешу үшін алға кері алгоритмін қарастырайық. Алға кері алгоритм дегеніміз динамикалық бағдарламау алгоритмі. Жасырын Марков моделінде және шартты кездейсоқ өрістерде оның қолданысы өте үлкен. Ал енді алға кері алгоритмін дұрыс түсіну үшін динамикалық бағдарламауды қарастырайық. Динамикалық бағдарламауды 1953 жылы американдық математик Ричард Белман ұсынған. Динамикалық бағдарламау дегеніміз бұл күрделі мәселені қарапайым ішкі проблемаларға бөлетін тәсіл және жалпы мәселені шешу оның ішкі проблемалардың шешіміне тәуелді болатын факты қолдану. Динамикалық бағдарламаудың негізгі идеясы аралық нәтижелерді есте сақтау арқылы қайталанатын жұмысты жою. Ол қарапайым әдіс арқылы шешу процесі экспоненциалдық уақыт алатын күрделі мәселелерді шешу үшін жиі қолданылады. Көбінше динамикалық бағдарламау оптимизация мәселелерін шешу үшін қолданылады. Ал енді біздің бірінші мәселеміз алға жылжу алгоритм арқылы ықтималдылықты есептеу. Бізге келесі HMM берілген делік. Бізде екі күй бар: шуақты күн және жаңбырлы күн. Және де біздің бақылауларымыз ол балмұздақ пен бәліштің сатылымдары. Бізге берілген HMM-ді қолдана отырып, төменде көрсетілген O бақылаулар бірізділігінің ықтималдылығын анықтап көрейік. Балмұздақ, бәліш және балмұздақ. Әрбір күйге бір бақылау келетін факты қолдана отырып, бақылаулар дәйектілігінің ықтималдылығын келесідей жазуға болады. Осы берілген бақылаулар дәйектілігіне алып келетін жасырын күйлердің бірізділігін білеміз делік. Шуақты күн және жаңбырлы күн. Сонда бақылаулар бірізділігінің ықтималдылығы келесі болады. Берілген күйлерге байланысты бізге берілген бақылаулар бірізділігінің ықтималдылығы келесі: күн шуақты болған күйде балмұздақтың сатылымы үлкен болу ықтималдылық, көбейту күн шуақты болып бәліштердің сатылымы үлкен болған ықтималдылық, көбейту жаңбырлы күнде балмұздақтың сатылымы үлкен болу ықтималдылық. Сонымен берілген бақылаулар дәйектеріне байланысты күйлердің бірізділігінің ықтималдылығы келесідей болады. Біздің шуақты жаңбырлы бірізділігімізде ықтималдылық келесідей есептеледі. Берілген күйлерге байланысты бізге берілген бақылаулар бірізділігінің ықтималдылығы тең
күннің шуақты болу ықтималдылығы көбейту бүгін күннің шуақты болып келесі күннің шуақты болу ықтималдылығы, бүгін шуақты болып ертең жаңбырлы болу ықтималдылығы көбейту шуақты күні балмұздақ саны көп болу ықтималдылық, көбейту шуақты күнде бәліш сатылымы көп болу ықтималдылық және көбейту жаңбырлы күнде балмұздақтың сатылымы үлкен болу ықтималдылық. Жалпы ықтималдылықты жасырын күйлердің бүкіл мүмкін бірізділіктердің ықтималдылықтарын қосындысы ретінде табуға болады. Біздің ауа райы есебімізде келесі күйлер бірізділігі мүмкін. Бірінші, шуақты жаңбырлы, екінші, жаңбырлы жаңбырлы, үшінші, 3 күн шуақты және тағы да басқа. Біз мұнда екі күйлі HMM-ді қарастырдық және осы модельге 3 бақылау бірізділігін қарастырдық. Ал енді жасырын күйлердің саны n және белгілі бір бақылаулар бірізділігінің саны тым үлкен болса, біздің мәселеміздің шешу уақыты экспоненциалды nt дәрежесінде түрде өседі. Алға жылжу алгоритмі берілген бақылаулар дәйектілігінің ықтималдылығын осы дәйектілікке алып келетін бүкіл жасырын күйлердің бірізділіктерінің ықтималдылықтарының қосындысын табу арқылы анықтайды және де күйлердің аралық бірізділіктерінің ықтималдылығын жалғыз бір сан ретінде торда сақтап қояды. Алға жылжу жол бойындағы әрбір тор альфа t, j, t бақылауларды еске отырып, j күйінде болу ықтималдылықты көрсетеді. Әрбір тордың мәнін табу үшін, біз сол торға келетін бүкіл жолдардың ықтималдылықтарының қосындысын есептеуіміз керек. Мысалы, t-1 алдыңғы бақылауларды көрген соң, t қадамында qt күйінде болу ықтималдылық келесі. Мұнда альфа t-1 ай алдыңғы қадамның алға жылжу жолының ықтималдылығы, aij күйлердің ауысу ықтималдылығы және bj бақылаудың шығу ықтималдылығы. Мұнда жасырын Марков моделінің барлық күйлері және әрбір қадамдағы бақылаулары көрсетілген. Ал енді t-1 қадамындағы бақылауды және күйлерді қарастырайық. Осы диаграммада көріп тұрғандай, альфа t, j күйіндегі тордың мәнін табу үшін осы күйге алып келетін бүкіл жолдардың ықтималдылығының қосындысын анықтауымыз қажет. Ал енді белгілі бір O бақылаулар бірізділігін қолданып және мүмкін күйлердің тізімін біле тұра, HMM-нің A және B параметрлерін анықтау мәселесіне қайтайық. Алдын көрген ауа райы мәселесін қарастырып көрейік, бірақ енді біз Q жасырын күйлердің бірізділігін білмейміз. Алға кері алгоритм күйлердің ауысу ықтималдылықтарының және бақылаулардың шығу ықтималдылықтарының бастапқы мәндерін болжамдап, содан кейін үйренген сайын жетілдіретін итеративті алгоритм болып табылады. Параметрлердің есептеу жолына кірісер алдын кері жылжу алгоритмін қысқаша айтып өтейік. Кері ықтималдылық бетта біз қазір t қадамында ай күйінде болып, келесі t қосу 1-ден соңына дейін шыққан бақылаулардың дәйектерін көру ықтималдылығын көрсетеді. Мұнда бетта t қосу 1, j келесі қадамның бетта ықтималдылығы, aij күйлердің ауысу ықтималдылығы және bj бақылаудың шығу ықтималдылығын көрсетеді. Ал енді жасырын күйлердің дәйектерін білмей тұрып, алға кері алгоритм арқылы күйлердің ауысу және бақылаулардың шығу ықтималдылықтары қалай анықтауға болатынын қарастырайық. Күйлердің ауысу ықтималдылығы келесідей есептеледі. aij тең I күйінен J күйіне болжамдаған ауысу саны бөлу I күйінен басқа күйге болжамдаған ауысу саны. Және де бақылаулардың ықтималдылықтары келесідей есептеледі. bj тең I күйінде бола тұра O кей бақылауын көру болжамдаған саны бөлу
J күйінде болу жалпы болжамдаған саны. Алға-кері алгоритм кейбір болжамдап алған HMM параметрлерін қолдана отырып, итеративті түрде екі қадамда іске асырылады. Бірінші қадам ол болжам жасау И қадамы. Мұнда біз шамамен болжамдап, күйлердің ықтималдылықтарының А және сол күйлерде шығатын бақылаулардың ықтималдылықтарын Б есептейміз. Ал екінші қадамда, максимизация қадамында, біз А және Б матрицаларының болжамдалған мәндерінің ықтималдылықтарын арту үшін қайта есептеп шығамыз. Алгоритм конвергенцияға жеткенше екі қадамды қайталап шығу керек. Алға-кері алгоритм өтпелі және эмиссиялық параметрлер үшін бақылаусыз оқуды толық орындай алатынына қарамастан, бастапқы шарттар өте маңызды.